Жаңа туылған бала бәрін төңкерілген күйде көреді. Жас баланың көзінің қарашығы шар тәріздес. Үлкен адамдікі дөңес линза секілді болады. Адам көзі миға секундына 10 мегабайт ақпарат жібереді. Миға көз арқылы баратын ақпарат орта есеппен құлақ арқылы баратын ақпаратқа қарағанда 5 есе көп. Адам көзі 130-250 таза реңді және 5-10 миллион аралас реңді ажырата алады. Көздің қараңғыға толық бейімделуі 60-80 минут уақыт алады. Жарықтан қараңғыға өткенде көздің көргіштігі 20 минут ішінде 130 мың есе артады. Адам көзі 7 грамм, ал оның шыны тәріздес бөлігі 4 грамм болады. Адам көзі тәулігіне 1 текше сантиметр жас бөліп шығарады. Ең мықты еркектердің жанарынан да күніне 1-3 миллилитр жас шығады. Адам көзі ешқашан тоңбайды. Өйткені онда суықты сезетін жүйке талшықтары жоқ. Әдетте адам минутына 25 рет көзін жыпылықтатады. Бұл жүргізуші сағатына 40 км жылдамдықпен 10 сағат жүргенде 40 минуттай көз жұмулы болады деген сөз. Ер адамдарға қарағанда әйелдер көзін 2 есе көп жыпылықтатады. Егер адамның бір күн ішінде көргендерін пленкаға түсірсе, онда 19 шақырым пленка керек болар еді.